Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте дәмді болған Әзербайжан пахлавасының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі ұнымызды електен өткізіп алып, тоңазытқышта тұрған сары майымызды бөліктерге бөліп салып, крошка жасаймыз. Міндетті түрде тоңазытқышта тұрған, яғни холодильникте тұрған 82% сары май болуы маңызды. Бір келкі болғанша крошка жасап аламыз. Ал енді жұмыртқамыздың сарыуызы мен ақуызын ажыратамыз. Ақуыз салынған ыдыс таза, құрғақ болуы керек. Сарыуыз ақуызға тамшыдай болсын, түспеуі қажет біздің пенка шығару үшін. Ал сарыуызды сметанаға салып, үстіне бір шай қасық ас содамызды салып араластырамыз. Яғни сарыуыз, сметана, ас содасы. Бір келкі болғанша жақсылап араластырып, ұнды крошкамызға салып қамыр илейміз. Яғни біздің қамырымызға сарыуыз қажет, сарыуызды салдық, ал пенка оның начинкасына. Міне біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр болады. Пищевой пакетке орап, холодильникке 40 минут, 1 сағат шамасында қалдырамыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін грек жаңғағы, мейіз немесе курага болу керек. Менде мейіз болған жоқ, сондықтан курага қолдандым. Барлығын бөліктерге бөліп алдым кураганы. Ал грек жаңғағын осылай майдалап аламыз. Қолымызбен майдаласақ та болады. Ал начинкасына грек жаңғағы, қант, сосын курага салып араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын. Ал енді ақуызға аппақ пена болғанша ең жоғарғы скоростта миксерлейміз. Біздің пенамыз аппақ болып шығуы керек. Дәл осылай ыдыста төңкергенде төгілмейтіндей пена болуы қажет. Ал енді қамырымызды 3-ке бөліп аламыз. 2 бөлігі үлкен, 1 бөлігі кіші болады. 2 бөлігі асты үстіне қамыр, кіші бөлігі ортасына жасаймыз. Үлкен қамырымыздың бірін алып, астыңғы жағына жайып аламыз. Қатты тым жұқа емес. Ал енді ақуызымыздың жартысын салып, тегістеп шығамыз. Шеткі бөліктеріне тиіп кетпеуі қажет. Шеткі бөлігін жапқан кезде қамыр бізге жабыспай қалуы мүмкін. Сондықтан шеткі бөлігіне ақуызды тигізбейміз. Осылай қойып, начинкамыздың да жартысын осылай сеуіп шығамыз. Ал енді кіші қамырды ортасына жұқалап, осылай жаямыз. Қалған ақуызымызды, пенкамызды қойып шығамыз. Қалған салмасын да осылай салып аламыз. Екінші үлкен қамырды жайып, бетін жауып, осылай екі шетін жан жағын бүгіп шығамыз. Тағы да ескере кетейін, ақуыз мүлдем шеткі қамырларға тимеуі қажет. Тиетін болса, біздің осылай бүгіп шығуымыз қиындайды. Яғни қамыр бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, пышақпен із қалдырып, кесуге із қалдырып шығамыз. Кеспейміз, осылай із қалдырып шығамыз. Сізге қалай ыңғайлы, солай кесіп, кесетін орталарына осылай жаңғақпен сәндеп аламыз. Пешіңіздің градусына қарай, яғни тез кеш пісетіне қарай 200-220 градуста сарғайғанша пісіреміз. Менде аздап қызарып кетті, сондықтан сарғайғанша пісіріңіздер. Пісіріп, осылай кесіп шығамыз. Қалай сізге кесесіз, дәл солай барлығын кесіп шығып, қызарғанша тағы да пеште ұстаймыз. Яғни қызартамыз. Осы уақыт аралығында сироп дайындаймыз. Қантқа суды қосып, қайнатып, ыстықтай пахлаваның үстіне құямыз. Бір түнге немесе суығанша 7-8 сағат шамасында қалдырамыз. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Пікір сұрақтарыңыз болса төменге қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған үмида, кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.